өзіңді ғана ойла. Дәл осылай айтып жүрген қаншама адамдар бар. Ал енді ақиқаты неде? Ақиқаты қайсысында? Пайғамбарымыздың хадисіне назар аударып көрелік. Бірде бір кісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға келіп былай деп сұрайды: Я Расулалла, я Аллахтың елшісі, мән ахаббун наси илалла. Аллаға адамдардың ішіндегі ең сүйіктісі қайсысы? Уама ахаббул аъмали илалла. Және Аллаға амалдардың ішіндегі ең сүйіктісі қайсысы деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз ол кісінің сұрағына адамдардың ішіндегі Аллаға ең сүйіктісі анфаухум линнас, адамдарға ең пайдалы болғаны деді. Яғни өзінің ғана жеке басын ғана ойлап өмір сүретін адам емес, айналасындағы адамдарға пайдалы болғысы келетін адам Аллаға сүйікті. Және амалдардың ішіндегі ең сүйіктісі мұсылманның көңіліне қуаныш сыйлау, және де бауырың қарызға батса, оның қарызын өтеуге, жеңілдетуге шаман келгенше тырысу, сондай-ақ қиналып жатқан, уайымда жүрген адамның уайымын кетіру, қарны аштың қарнын тойдыру. Міне пайғамбарымыз осы сөздерді айта отырып, бір бауырымның қажетінде аяғына дейін жүруім, яғни оның